елордамызда пандемиялық жағдайға байланысты құрбан 2021 сайт арқылы, яғни онлайн құрбандық шалу бізде жүріп жатыр. Кеше 470 қой шалынды, 24 ірі қара. Яғни ол қазіргі таңда елордадағы 3,5 мыңнан астам мұқтаж жандарға біз үйлестіріп жатырмыз. Күні кеше құрбан айттың бірінші күні 700 пакет құрбандық етін біз мұқтаж жандарға тараттық. Бүгін 1,5 астам пакет бар. Нұр-Сұлтан қаласында 750-ге жуық құрбандық шалып, 3 мыңға жуық Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындарына ет тарату жұмыстары жүріп жатыр. Ет Нұр-Сұлтан қаласындағы әлеуметтік жағдайы төмен, көп балалы отбасыларға жақсы көңіл күй сыйлап, мерекемен құттықтап шығып жатырмыз. Рахмет сіздерге. Құрбан айт мерекелеріңіз қабыл болсын. Көп балалы аналарды келіп, осылай көріп, тұрып жатқан жерінің, отбасы несінің бәрін қарастырып қарағандарына рахмет айтамын, алғысым шексіз. Көп балалы анамын, Аллаға шүкір, 8 нәрестем бар, немерем бар. Құрбан айтымызға емеушілерге көптен көп рахмет. Бізді ұмытпай келіп, жалпы Нұр-Сұлтан әкімшіліге көптен көп рахмет. Ұйымдастырып, келіп, әдейілеп, уақыттарыңызды бөліп, көптен көп рахмет айтамын.